Армысыздар, сіздермен бас бармақ арнасы. Тоңазытқыштар тұрмыстық және өнеркәсіптік болып ажыратылады. Үй жағдайында сақтау мерзімі ұзағырақ болу үшін біз көптеген тағамдар мен сұйықтықтарды тоңазытқышта сақтаймыз. Жалпы қате түсінікке қарамастан, өнімдердің кейбір түрі тоңазытқышта сақтауға арналмаған. Мұндай өнімдер жағдайында олар қоректік заттарын, дәмін, құрылымын және пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Қазір сізбен осы жайында пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті, яғни қоңырауды басып, менің жаңадан шыққан пайдалы видеомды өткізіп алмаңыздар. Ендеше, тоңазытқышта қалдыруға болмайтын өнімдердің тізімін назарларыңызға ұсынамыз. Кофе. Кофені ешқашан тоңазытқышта сақтамаңыз. Егер тоңазытқыштағы иісті кетіргіңіз келсе ғана, оны сол жерге салып қоюыңызға болады. Кофе суықта өз иісін жоғалтып, өзге иістерді бойына сіңіреді. Бал. Бал суықта тұрса, құрамындағы барлық пайдалы қасиеттерінен айырылады. Балдың сақтау мерзімі шектеусіз, бірақ оны банкада жабық күйінде қараңғыда сақтаған жөн. Баклажан. Баклажандар суықта бүрісіп, түрінде, дәмінде жоғалтады. Сондықтан бөлме температурасында сақтаған қолайлы. Нан. Кейбір адамдар нанды да тоңазытқышта сақтайды. Егер нан үйіңізде көп болып, бұзылып кету қаупі болса, одан қатқан нан жасағаныңыз әлдеқайда пайдалы. Картоп. Картоп -7 градустан төмен температурада тұрса, дәмі бұзылады. Соның салдарынан құрамындағы канцерогенді акриламид әдеттегіден көп болады. Пияз. Тоңазытқышта пияз жұмсарып, тез бұзылады. Жұмсаруының себебінен бактериялардың тууына жол беріледі. Сары май, сыр, тоңазыту камерасының үстіңгі сөресінде жақсы сақталады. Жеміс-жидек пен көкөністерді тоңазыту камерасының төменгі бөлігіндегі ыдысқа салып қою керек. Бұлардың жақсы сақталуы және солып қалмау үшін бөлік шайнекті алмау қажет. Тұздатылған және маринадталған азық-түлік әдетте тоңазытқыштың төменгі сөресінде сақталады. Тоңазытқыш есігінің ішкі жағында арнайы ұялар мен бөлімдер жұмыртқаға, май, сыр, сүт және бөтелкедегі сусындарға арналған. Өзіне тән иісі бар азық-түліктер, сондай-ақ иісті тез сіңіріп алғыш азық-түліктер жабық ыдыстарда немесе оралған күйінде сақталуы қажет. Оларды полиэтилен пленкаға, целлофанға немесе алюминий фольгаға сақтаған дұрыс. Мұздатқыш. Мұздатқыш тоңазытқыштан әлдеқайда төмен температурада өнімдерді мұздатуға дейін сақтауға арналған. Азық-түліктерді мұздатқышқа салғанда олардың құрамындағы судың мұзға айналу процесі жүреді. Мұндай жағдайда микроорганизмдердің дамуы тоқтайды. Ал кейбір азық-түлік құрамы су кристалдарының әсерінен бірлігін жоғалтады, және ол еріген кезде қайта қалпына келмейді, және де мұндай азықтардың дәмі өзгеріп, пайдалылығы жоғалады. Қазір көп ретте жеміс-жидектерден тосап дайындағаннан гөрі оны мұздатқышқа салып, қыста пайдалы балғын күйінде жегенді дұрыс көреміз. Алайда мұздатқыштан шығарған соң бірден іске жаратуды ұмытпаңыз. Мұздатуға болмайтын көкөністер мен жемістер. Қызанақ. Бұл көкөніс мұздатуды мүлде қаламайды. Мұздатылған қызанақ дәмсіз, иісі құр қабық секілді болып қалады. Қияр. Қиярды да мұздатып сақтауға болмайды. Тек маринадтап немесе мұздап, балғын күйінде ғана тұтынуға болады. Ал мұздатқышқа салынған қияр мүлде жеуге жарамсыз болып қалады. Картоп. Мұздатқышқа түскен картоп тәтті жабысқақ болып, құрамы өзгеріп, пайдасыз тағамға айналады. Қарбыз. Қарбызды мұздатқышқа қойып, оның бар шырынды дәмін бұзып, аз мөлшерде шайсуға айналып кету қаупі бар. Балдыркөк. Балдыркөк мұздатқышқа салынған соң өзінің дәмімен қатар пайдалылығын жояды. Жұмыртқа. Мұздатқышқа қойылған жұмыртқа мейлі ол піскен немесе шүйкі күйінде болса да, мұздатылған жұмыртқа тұтынуға мүлдем жарамсыз болып қалады. Сондай-ақ жұмыртқа қосылған салаттар мұздатқыштан шыққан соң дәмсіз болатынын байқаған боларсыз.
Және одан бөлек майонез, пістірілген макарон өнімдері, құрамында желатині бар тағамдар, қуырылып дайындалған тағамдар, йогурт, қаймақ, сүзбе ірімшік, кепкен нан, консервілер. Сондай-ақ сарымсақ, пияз, газды сусындарды салуға болмайды. Бір рет ерітілген азық-түліктерді қайта мұздатқышқа салмаған жөн. Ондай кезде ол барлық құрамын жояды. Пайдалы сөздерді көбірек естісек, біреуі болмаса біреуі пайда алып қалуы ғажап емес. Соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарийге өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Әрқашан деніңіз сау болсын және энергияға толы болыңыз.